қараймын да папаның состояниесіне, уже мен уже как врач болып кеткенмін, папам қарайды, мамаға айтамын, бір пачка апарамын, күніне 3-ден береді. Ударный дозамен береді. 3 бір пачка, 2 пачка ішеді, уже 9-шы февральда мамамның туған күні болады, үйге келемін да екеуінің фотосын салыстырамын ғой, жермен ол операциядан шыққан адам обычно тағы системалық береді, больницаға. Біз ешқайда бармаймыз да магниваторлардың арқасына ше. Ештеңе керек емес бізге. Сол осы бірінші Алла, екінші магниваторлардың арқасымен айтудан шаршамайын, әкемді аман-сау алып қалып отырмын. Талай онкологияға 30 басында псориаз болды. Жара ірің ағып жаза деген. Анаған дәрі жағасын, кожвенмен қараласың, ол кетпейді, қайтадан повторяется. Еще ол дәрі жаққанда ол гормональный ғой, басымды деген солқылдап ауыртады. Сосын осы магниваторларды папам Ташкентке келгенде бір ай мен өзім іштім, бір-ақ пачка іштім. Псориаз жоқ болды. Ана ішіп бастаған кезде, денем, арқам, бетім бәрі қышыды ғой, ана паразиттер. Паразит выходит. Шығарым білмей, осы офиске келгенде айтты, қышығанда суға түсті дегенді. Суға түсті, облегчение болады. Қайтадан содан міне августте ішті, маған қайта псориаз қайталанып шыққан жоқ мысалға. Бұрын қара киім кие алмайсың, үстің бәрі беріп барады. Содан жаңа папам ішкен кезде арасында мамам енді ауру адам бағу оңай емес. Тиіп қашып ұрланып магниваторларды іше берген ғой. Ана ішкен сайын көзі қызарып кетеді. Мен айтам, магниваторларды көп қорықпа деймін. Біз уже сеніп алғанбыз ғой Құдайымыздай магниваторларды. Сөйтсек мама айтады, 20 жыл бұрын мамамның көзі қисық болып қояды, қитар. До посыда түсірмегенбіз, білмейміз ғой қитар дұрысталып кететінін. Қазір қарасақ, мамам көзі түзеліп кеткен. Ағар бағамыз сонда. Тиіп қашып, мен де тиіп қашып емдеп. Мамам да тиіп қазір папам көңіл күйі жақсы. Осыны әлі ішіп, мысалы, 1 жыл болды мен папам ішкеніне. Операция ма? Операциядан 3 күн. Онкология қандай болып дедің? Онкология поджелудочной железы. Головкасында болды, 13 сантиметр болды. Бізде деген бүткіл органға жайып отыр. Өттің бір шеті, бауырдың бір шеті. Метастаз болды. Метастаз болған жоқ. Үлкен, огромный. Бірақ Ташкентке барғанда бір больница отказ жасап, сол екінші больница емдеймін деп, укол химиясымен. Оған дейін 2 химиядан кейін папа жүрмей қалды ғой. Содан кейін уже істейміз. Үйдегілерге бердім, осы Журсалимның статусынан көріп жүрдім да. Главное, беріңдер, осыдан басқа жоқ бізде. Болды уже, судорог ұсталады, қайта ана жаққа кетіп барып, қайтып келеді. Судорог ұстайды, аяқ қол тартылады, давление түседі, ток көтеріледі. Папам нешеде? 65 жылғы. Карболол береді. Тахикардия болып жүрегі қаққан кезде ана миға ұйқы бермейді. Папам сонда сентябрьде мартқа дейін ұйықтамаған ғой, осы магниваторларды ішкенге дейін ұйықтамаған. Осы магниваторларды ішкенге целый день круглосуточно ұйықтайды, тамақ ішеді де қайтадан ұйықтайды. Тамақ ішеді де қайтадан ұйықтайды. Содан полное восстановление, шашы, аппақ шашы қайтадан қарайып. Мамам айтады, сен ауырып аяғыңды жасап деп. Сол өзім айтып, любой адамға откровенно айта аламын да. Шүкір. Өзім бірінші мақсат әкемді жазып алу болды ғой. Осы магниваторларға рахметімді айтамын, папамды емдей алуға.